Бул киши аккордеон менен төгөт. Ушундай көрдүңүздөр аккордеон менен төккөндү. Кыргыз казакта комуз менен же домбура менен төгөт. Коргол атабыз эч инструмент жок төккөн, бирок бул киши аккордеон менен төгөт. Эмесе сиздердин алдыңыздарга менен ушул Казакстандагы жакын көргөн байкем, кесиптешим, обончу, аткаруучу, тамада шоу мен Бауыржан агабызды чакырмакчымын. Кочотуп болсоңуздар. Алтын әлем жүректөгү Казагым келди кыргызым, жанып турган жаңар көз назарың келди кыргызым. Бауыржан Бекахметовдай Казагым келди кыргызым. Рахмет. Жүректеріңізден айналайын қырғыз елі. Қуанышына мерекең құтты болсын, өмірің өрлей берсін, өнерің төрлей берсін, Құда қаласа тілектеспіз. Алла демеу үшін болып жүрсін, періштелер жебеу үшін болып жүрсін деген бір жақсы демеп қолдап қойсаңыз рахмет. Ал енді мынау сіздердің назарларыңызға мен бір өзімнің соңғы жазған өлеңімді жазып орындап берсем деп жатырмын. Мен аса бай жігіт болмағам, өте кедей жігіт болғам. Сол кедей болып жүрген кезінде ешкім жақтырмайтын. Сенің көзің жақсы емес, көзің бадырайып, сен ұры боласың дейтін тағаларым. Жиендерім, сен қисық сөйлейсің, сен ауыздан авария боласың деп. Сонда да қой енді елмен жүрейін десем, кеше ғана дүние біткен біреулер тойдың төрінде тұрып, майлы жүлік мүшібаттанын көріп